Құрметті ата-ана, жаз мезгілінде балалардың суға шомылу кезінде абай болыңыз. Жадынама. Есте сақтаңыздар, судағы апаттан қорғанудың ең сенімді жолы суда шомылу мен қауіпсіздік шараларын қатаң сақтау. Су сенің досың және дұшпаның. Жаз айларында ыстық кезеңдерде күнге және ыстық құмға пісу, салқын суға шомылу жанға сондай жайлы. Жас балалардың суға шомыла білмеуі, адамдардың суда қауіпсіздік ережелері, шараларын орындамауынан орны толмас қайғы мен өкінішке айналып жатады. Сондықтан осындай келеңсіз оқиғаларды болдырмау үшін төмендегілерді орындаған жөн. Рұқсат етілген жерлерде, жабдықталған жағажайларда шомылыңдар. Қатты ағысқа қарсы жүзбеңдер. Ағыс бойымен жүзіңдер. Ағыс бойымен жағаға ақырын жетіңдер. Суға құлап кету қаупі бар жерлерде ойнамаңдар және тұрмаңдар. Бөренемен суға жүзбеңдер, олар батады. Ағысы қатты жарқабақтардың жанында, батпақты және шөп басқан орындарда шомылмаңдар. Көлік камераларында және үрленбелі матрастарда жағадан алыс жүзбеңдер. Балалар суға кетуде аса сақ болыңыздар. Су біздің досымыз, бірақ тек саналы және абай болғанда ғана. Балаларды қараусыз қалдырмаңыз.